Мысал үшін қазір кейбір сарапшылар бізге сондай бір сұрақ қойып жатыр. Олар айтады, сіздер мемлекет діннен бөлінген, ал мемлекет діни бірлестіктерінің жұмыстарына араласпайды дейсіздер дейді. Бірақ діни сауатсыздықтан болған жағдайда бұл жағдайлардың салдарымен кім айналысады? Діни бірлестіктер емес, мемлекет айналысып отырады. Олар сондай бір мысал келтіреді екен. 2011 жылы Ақтөбе облысында, 2016 жылы Ақтөбе қаласында болған келеңсіз жағдайлардың сол салдарынан көптеген адам қаза тапты. Мемлекет көптеген ресурстарды жұмсады. Оның ішінде адами ресурстарды, қаржы ресурстарды жұмсап, ондай діни сауатсыздықтан болған жағдайлардың салдарымен діни бірлестіктер емес, мемлекет айналысып жүрді. Сонда жауапты кім болды екен? Соның ақыр аяғында. Ақыр аяғында мемлекет жауапты болды. Мемлекеттік органдар, көптеген мемлекеттік қызметкерлер қызметтен босатылды. Сондықтан солмен аталған сарапшылар айтады, ондай болса, неге мемлекет сол діни бірлестіктермен бұрынғыдан гөрі тығызырақ жұмыс істемейді? Неге сол діни бірлестіктерінің жұмыстарына өлшемді бір түрде араласпайды екен? Мысал үшін қазір діни қызметкерлер көп адамдардың алдында сөз сөйлейді. Діни бірлестіктердің жұмыстары тек мұсылмандар емес, басқа да діни бірлестіктер. Олардың оқыған дәрістері, олардың оқыған уағыздары адамдардың ой ақылына, адамдардың жан дүниесіне, тіпті адамдардың жүріс тұрысына, тіпті әрекеттеріне де ықпал етеді. Сол діни сауатсыздықтан кейбір әсіресе жас адамдар жаман, заңсыз сол жаңағы әрекетке бару мүмкін, тіпті қылмысқа бару мүмкін. Діндар азаматтар не істегенін, олардың көзқарастарының қандай екенін мемлекет білу керек деп ойлаймын.